Сәлеметсіздер ма, құрметті тыңдарман? Әсерлі әңгімелер тыңдағыларыңыз келсе, каналыма тіркеліп, лайк басып отырыңыздар. Көп рахмет. Мен Шымкент қаласының ерке өскен сылқым сұлуының бірі едім. Көрікті келбет, мінсіз мүсін, қиылған қас, қолаң шаш, бір үйде 3 жылдың ортасында ақ саусақ ерке қыз болып өстім. Мектеп қабырғасында жүргенімде талай бозбаланы өзіме ғашық етіп, сұлулығыма сеніп, ешкімді менсінбейтін тәкаппар мінезімде болды. Болашақ жарыммен 10-шы сыныпта оқып жүргенімде танысқан болатынмын. Ол менен 8 жасқа үлкен болатын. Мен өз қатарымнан ойым озық, ерте бой жеттім. Маған өзімнен үлкен жігіттер ұнайтын. Жігітім банк қызметкері болып жұмыс істейтін. Бойы ұзын, аққұба өңді, шашын бір жағына қайырып қойып, ақ жейде костюм сым киіп, тақадай таза жүретін. Онымен құрбыларыммен киноға барғанда танысып едім. Өзімді оқушы емес, студентпін деп таныстырдым. Жалған айтқаныммен кейін өтірігім шығып қалды. Жалған айтқандағы ойым, оқушымын десем, мені кішкентай қыз деп менсінбей қояды ма деп ойлаған болатынмын. Бірінші ойыма келгенді ойланбастан айта салыппын. Алайда бұл өтірігім шыққаннан кейін жігіт маған ренжіген жоқ. Екеуміздің таныстығымыз жалғасын тауып, бір-бірімізді ұнатып қалдық. Мен оған қатты ғашық болдым. Оны көрмесем тұра алмайтындай дәрежеге жеттім. Хабарласпай қалса, сабақтан соң оны жұмысына іздеп барып, ол шыққанша сыртта тосып отыратынмын. Ол мені көріп таң қалғанымен артынша қуанып қалатын. Есімі Қайсар еді. Ол кейде түске дейін, кейде түстен кейін жұмыс істейтін. Мен түске дейін жұмыс істейтін күндері соңғы сабаққа қатыспай қашып кетіп Қайсарға баратынмын. Қайсар қыпша белімнен қыса құшып, бал еріннен сүйгеннен арыға барған емес еді. Бірақ мен өз қалауыммен 10-шы сыныпты аяқтайтын кезімде Қайсар мен оның пәтерінде жиі кездесетін болдық. Ерлі зайыптылар секілді тұрып жүре бастадық. Қайсар ауылда өскен жігіт болатын. Отбасында бір үйдің үлкені. Ата-анасы мен 2 інісі және 2 қарындасы бар екен. Өзі қаладағы жоғары оқу орнын аяқтағаннан кейін қалада банк қызметкері болып жұмысқа орналасып, пәтер жалдап тұрып жатқан жайы бар еді. Ата-анам менің махаббатымнан хабары болмады. Әкем вахталық жұмыста істейтін еді. Жарты ай үйде болса, жарты ай түзде. Ал анам маған көп шектеу қоймайтын еді. Әкем жоқта құрбыма барамын, киноға барамын десем, жібере беретін. Осылайша еркін өскеннен кейін жігітімменен де еркін кездесіп жүрдім. Қатарластарым мектепті аяқтағаннан кейін оқуға түсеміз деп жарқын болашақтарына тың жоспарлар құрып жүргенде, мен сүйгеніме тұрмысқа шығамын деп жас келін болып, сызылып шай құйып, түнде күйеуімнің құшағында махаббат құрып, тәтті сезімге елтіп жүрдім. Осылай жүргенімде көктем айында наурыздан кейін етек кірім келмей қалды. Асқа тәбетім тартпай, жиі жүрегім айнып, лоқси беретін болдым. Бұл жағдайымды жігітіме айтып едім, ол көзі алақандай болып: «Жаншик, сенің аяғың ауырлап қалған жоқ босы, тез салып тексеріп көрейік», деді. Жігітім ер адам болса да мұндайды біледі екен. Көп кешіктірмей тез салып тексеріп көрсек, 2 қызыл сызықша шықты. Қайсар қуанып: «О, мен әке болатын болдым», деді де артынша: «Жаншик, сен кәмелет жасқа толмағансың, қиын болатын болды ғой, не істейміз енді?» деп лезде қуанышы су сепкендей басылды. Осы жерде мен ойланбастан: «Мен 2 айдан кейін мектеп бітіремін ғой, алып қашасың мені, үйдегілерге өзім түсіндіремін. Сүйген жігітім, тұрмысқа шығамын десем, атанам үндемейді», дедім. Сөйтіп, атанама бойымдағы өзгерістерді білдірмей, 2 айдан кейін жігітіме еріп ауылға келін болып кете бардым. Осылай отбасын құрып, қаладан ауылға келін болып шыға келдім. Атанам бастапқыда: «Қызымыз жас, кеше ғана мектеп бітірді.
деп қарсы болып еді. Кейін мен анамды оңаша шығарып алып, аяғымның ауыр екенін айтып едім. Анам: «Күйеуге шығуға неге сонша асықтың? Бар өмірің алда еді ғой. Мынадай жерде қалай тұрасың енді? Ауылда жүнжіп кетесің ғой. Қызым-ай, махаббат деп ыстық суығың басылғанда өкініп қалмашы», деп үндемей мені қалдырып кетті. Мен іштей ештемеге өкінбеймін дедім. Маған Қайсар жанымда болса болды. Сөйтіп өзім армандағандай ақ жаулық тартып, сызылып, шай құйып, келін атандым. Қайсар ақ көйлек кигізіп, той жасап, құда күттік. Тойға қомақты қаражат түсіп, астына жеңіл автокөлік алды. Ауыл Шымкентке, қалаға жақын болатын. Күйеуім қаладағы пәтерін өткізіп, жұмысқа ауылдан қатынап істейтін болды. Жеріктігім басылып, жүктілігім бір қалыпты өтіп жатты. Айы күнім жақындап, босанатын уақытым жақындап, кешке қарай толғақ жоқ, суым кете бастады. Енеме айтып едім: «Ойбу, сен босанғалы жатырсың ғой», деп дереу Қайсарға хабарласып, менің толғатып жатқанымды айтып еді. Қайсар: «Жұмыстан шығып жатырмын, тез келемін, ауруханаға өзім апарамын», деген соң мен ақырындап сөмкелерімді жинай бастадым. Бірақ Қайсарым ауылға жете алмады. Аллам оған махаббатымыздың жемісі, артындағы тұяғы ұлын көруді жазбапты. Ауылға асығып, қатты жылдамдықпен жүрген күйеуім трассада қарсы бағытқа шығып кетіп, жүк көлігіне соқтығысып, сол жерде тіл тартпай кеткен екен. Қайсар кешігіп, телефон тұтқасын көтермей қойған соң, менің толғағым қысып, көрші таксист аға мені ауруханаға жеткізіп салмақ болып, трассада келе жатқанымызда, қараңғыда жолда көлік апаты болған жерден күйеуімнің көлігінің жанынан өткен екенбіз. Толғағым қысып, өз-өзіммен әлек болып келе жатып, енем де, мен де, таксист аға да оған мән беріп анықтап қарамаппыз. Сөйтіп босанғаннан кейін қаралы хабарды естідік. Жолдасымның мезгілсіз қазасы маған өте ауыр соққы болды. Сол күні-ақ 10 жылға есейіп кеткенде едім. Жылай-жылай екі көзім бұлаудай болып, сүйгенімді жер ананың қойнына тапсырдық. Сүтімде шықпай, қиналып, кішкентайымды енем екеуміз түн ұйқысын көрмей қырқынан шығардық. Түндерде көз ілмей, қайғы мұңнан қор сүлдерім қалғандай еді. Ата-анам күйеуімнің жаназасына келіп кетті. «Аяқ қолыңды бауырыңа ал, өз-өзіңе кел. Сен сәбиіңе керексің, сен енді анасың. Қамықпа, біз бармыз ғой, тіріміз, уайымдай берме», деп жұбатып кетті. Уақыт өте жесірлігім, жалғыздық жаныма бата бастады. Қайсарды қатты сағынатынмын. Түндерде оның ыстық құшағын аңсап, иісі кетпеген жастығын құшақтап, көз жасым көл болатын. Осылай жүріп, қырқымыздан шығып, жолдасымның қырқын беретін кезде, сырттан Қайсардың дауысы естілгендей болды. Жүрегім атша тулап сала берді. Тұра салып, құлағымды тұрып қалдым. «Ағамай, Қайран ағамай», деп дауыс шығарып, дарбазадан кіріп келе жатқан күйеуімнің әскердегі інісі Жансерік екен. Дауысы Қайсардың дауысынан айнымайды. Ағасы өмірден қайтқанда жаназасына келе алмаған болатын. Мен ақырын басып, терезеге жақындап қарап едім. Ұзын бойлы, шымыр денелі, жүзі күнге тотыққан, әскери киім киген сыптай сымбатты жігіт ата-енеммен көрісіп жатыр екен. Барлығы сыртқа шығып, жылап-сықтап, үй жақ азан-қазан болып кетті. Бұған менің де көңілім босап, солқылдап жылап, өз бөлмеме кіріп кеттім. Жолдасыма Құран бағышталып, қырқын өткіздік. Мен селсоқ күйде, әйтеуір кеудесінде жаны бар адамның күйін кешіп жүріп жаттым. Бар алданышым әкесінен аумай қалған ұлым еді. Ата-енемнің де жұбанышы Қайсардан қалған жалғыз тұяқ арманымыз еді. Есімін атасы, ұлымның көре алмай кеткен тұяғы, есімі Арман болсын деп өзі қойған болатын. Атанам Қайсардың қырқына келгенде ата-енеме: «Қызымыз жас әлі, ұлдарыңыздың жүзі өткеннен кейін алып кетеміз. Қалаға апарып,
оқуға түсіреміз. Қолына мамандық алып беріп, өз күнін өзі көре алатындай жағдай жасаймыз. Сіздер баталарыңызды беріп, аманатымызды өзімізге қайтарыңыздар. Жас жесір болып қалмасын, бар өмірі алдында ғой, деп айтып кеткелі, енем қайта-қайта көзі суланып, немересін иіскеп жылай беретін болды. Атам да көңіл күйге түсіп, Қайсардың қазасының үстіне менің жайым қосылып, немерелерін қимай барлығының ұнжырғалары түсіп кетті. Олардың мына күйін көріп, мен де жылап алатынмын. Аз уақыт бірге тұрсақ та, бұл үйге үйреніп қалған едім. Бірақ Қайсарсыз бұл үй маған бос секілді. Уақыт өткен сайын оның жоқтығы жаныма бата бастады. Мен де іштей әке-шешемнің сөзін құп көріп, өз үйіме оралғаным дұрыс шығар деп ойландым. Жас жесір деген сөз жаныңа қатты батады екен. Сөзден бұрын қапыда өмірімнің мәні сүйгенімнен айырылу маған қатты тиді. Марқұм күйеуім түсіме жиі кіретін болды. Түндерде жаныма келіп, көл боп аққан көз жасымды сүртіп, жан шегім менің, неге жылайсың, мен жаныңдамын, деп мені құшып, сүйіп, аймалап жататын. Оның ыстық құшағында жұбанып, ұлым емшек іздеп жылағанда, тәтті ұйқыдан шошып оянып кететінмін. Жан жағыма алақтап қарап, күйеуімді іздейтінмін. Кейін ғана есімді жиып, түсім екенін түсінгенде егіліп жылайтын едім. Осындай кездері түн ауғанда ұлымды емізіп отырып, басыма түрлі ойлар келетін. Қатарластарым оқып, студенттік өмірдің жалындаған жастықтың қызығын көріп жүргенде, менің тұрмысқа шығуға асыққаным дұрыс болмапты. Бұлай жас жесір атанарымды кім білген? Я Аллам, Қайсарымды неге ерте алып кеттің? Мұншалықты бақытсыз болар ма едім деген санамда мың сұрақ, бір өкініш, бір қайғы. Қайсардың 100 күндігі жақындаған сайын санамды шайтан азғырып, сол күні мен де Қайсардың соңынан кетпекке бел будым. Өйткені төркініме қайтсам, әрине атанам көңіліме қарайды, оқытар, балама да қарасар, алайда жан жарасы жазылар ма? Қайсардың орнын кім баса алады? Балам тірі жетім болып қалай өседі? Болашағым қалай болады деген секілді ойлар жанымды жегідей жейтін. Мен үшін өмірдің мәні қалмағандай еді. Қайсарға кетсем, ұлым өз үйінде, ата-апасы қарап, өсіріп алар дедім де, түн ортасы ауып, үйдегілер түгелдей ұйқыға кетті-ау дегенде, жанымда пысылдап жатқан ұлымды оятып алмайын деп, маңдайынан бір иіскедім де, жатар халатым мен шашым жалбырап, сыртқа шықтым. Аспан тұп-тұнық, ай жарқырап тұр екен. Жымыңдаған жұлдыздар маған қарап, мені көкке шақыратындай, өз-өзімнен күбірлеп, жаным, мен саған келе жатырмын, көп ұзамай өзіңмен қауышамын, деп халатымның бауын шешіп, сарайға қарай беттедім. Ауладағы ескі сарай аласа ғана болатын. Ішінде темір-терсек, қысқы киім-кешек пен қажетсіз заттар жиналып тұратын. Ақырын келіп, сарайдың есігін ашқанымда ағаш есік сықыр ете қалды. Анадай жерде сергек жатқан Ақтөс «Өп-өп» деп жалқауланып, бір-екі үрді де мені танып, қыңсылап қайта басын төмен түсіріп, жайғасып жата кетті. Үй жаққа қарасам, қап-қараң екен. Үйдегілер қалың ұйқыда жатқан секілді. Қайсардың 100 күндік асына дайындаламыз деп, мал сойып, күні бойы шапқылап, барлығы шаршап, қалың ұйқыда жатқан болар деп ойладым. Мен кетсем, олар мені жерлеуге қиналмайды. Құран оқып, жаназамды шығарғанға да барлығы дайын еді деймін іштей. Пенденің басына не келіп, не кетпейді десеңші. Осындай ойдың тұңғиығына батып, бір шама уақыт мына жалған дүниемен қоштасқандай тұрып қалыппын. Жаздың салқын лебі бойымды желпіп өткенде, денем бір түрлі тітіркеніп кетті де, ойымды жинақтап ала қойдым. Сөйтіп сарайға кіріп, фонарикті жағып, шетте тұрған бөшкені алып, ортаға қойып, орындықпен үстіне шықтым. Халатымның бауын жақсылап байлап, мойныма тақтым да, тілімді кәлемаға келтіріп, аяғымның астындағы бөшкені итеріп кеп жібердім.
Тамағыма халатымның бауы батып, қырылдап, екі қолыммен ауа қармап, дем жетіспей бара жатты. Жаным көзіме көрініп, алыстан әппақ сәуле ұшқындай бастады. Сол сәуленің сызығымен қайсарым маған қарай, асықпай әр қадамын санағандай, ақырын жылжып келе жатыр. Мен болсам, тез келсеңші, қиналып барамын, құтқаршы мені, деп айғайлап жатырмын. Ол сонда да асықпайтын секілді. Бір кезде желдей жылдамдықпен жаныма келіп, мойнымдағы бұғауды шешіп алды. Құшағына басып, «Жанна, неге бұлай жасадың? Ұлыңды қалай тастап кетпекшісің? Ата-анамыз бен бауырларымызды ше?» дейді. Мен болсам, оның мойнынан қатты құшып, «Қайсар, сенсіз өмір сүре алмаймын. Мені мұнда ешкім түсінбейді. Мен қатты қиналып кеттім», деп жатқанымда ол мені құшағына қатты қысты. Сол кезде оның жүрегінің дүрсілін жақыннан сездім. Екеуміз ауада қалықтап ұшып барады екенбіз. «Е Алла, өз-өзіме қол жұмсасам да мені қабылдаған екенсің ғой», деп қуанып келемін. Бір кезде анамның жылаған дауысы естілді. Артынша ұлымның шырылдап жылаған дауысы құлағыма анық естілді. Іштей мен екі дүниенің ортасында қалып қойдым ба деген ойдан шошып көзімді ашсам, төбемнен төніп тұрған қайсар ма әлдегімнің бұлдыраған сұлбасы көрінеді. Әлде жаналғыш Әзірейіл періште ме деп ойлаймын. Әлгі сәуле шамның жарығы секілді болып кетті ме? Бір кезде жаңағы сұлбалар көбейіп кетті. Көкірегіме жұп-жұмсақ, кіп-кішкентай ұлымның қолы тигенде оның иісін сездім. Осы кезде жанымдағылар анық көріне бастады. Қарасам, өз бөлмемде, ұлым құшағымда, жанымда атам мен енем, екі қайынсіңілім, қайын інілерім барлығы маған қарап, енем мен қайынсіңлерім жылап жатыр. «Я Алла, мың шүкір, есін жиды-ау әйтеуір», деп жатыр екен. Сөйтсем, қайыным Жансерік мен сыртқа шыққанда ояу жатқан екен. Мен ол жатқан бөлменің терезесінің тұсынан күбірлеп өткенімді байқап қалыпты. Мені дәретханаға шыққан болар деп ойлаған екен. Сосын мен кері қайта қоймаған соң, сырттағы иттің үргені мен сарай жақтағы сықырды естіп, жарықты көріп, келген бетте менің қиналып жатқанымды көріп, халатымның бауын үстіндегі ағашымен бірге қопарып жұлып алып, есім кіресілі шығасылы сандырақтаға мені көтеріп алып, үйге алып келген екен. Мен есімді жия алмай біршама уақыт сандырақтап жатыппын. Содан атам қазақылықпен дұға оқып, маған дем салып жатып, есімді жиған екенмін. Осылайша үлкен қателік жасап, өмірден өте жаздадым. Жансерік болмағанда, ұлым тол жетім болып қалар еді-ау. Енем мен қайынсіңлерім түнімен жанымнан шықпады. Таңға дейін көз ілмей жанымда отырды. Таң атағана мен талықсып ұйықтап кетіппін. Ертесінде өзімді бір қалыпты сезініп, орнымнан тұрып, мойны жабық киімімді киіп, орамалымды тартып, ештеңені білдіртпей, күйеуімнің 100 күндік асына келген қонақтарға қызмет етіп, келіндік міндетімді атқарып жүрдім. Кешегі түндегі іс-әрекеті мен үйдегілерден қатты қысылдым. Таңертең енеме түндегі оқиға жайлы ешкімге айтпауларын өтінген едім. Енем енді бұлай қайталамауымды жылап отырып өтінді. Мен ақмақтық жасағанымды мойындап, мұндайды ендігі қайталамауға уәде берген едім. Ет жақындарымды, тіпті ұлымды ойламай, өз-өзіме қол жұмсауға, осындай қорқынышты қадамға қалай барғанымды білмеймін. Егер қайыным Жансерік болмағанда, о дүниелік болар ма едім. Марқұм күйеуім Қайсарға Құран бағыштап, 100 күндік асын да өткіздік. Қаладан атанам, аға жеңгелерім де келді. Маған жиналып теріле бер, 1-7-ден соң келіп алып кетеміз, деп үйдегілерге де айтып кетті. Барлығының ұнжырғалары түсіп қалды. Дегенмен басқа салған баспақшыл дегендей тағдырға мойынсұнып, мен де іштей кетуге дайындала бастадым. Ертесінде Жансерік ерте тұрып, барлығымызды таңғы асқа жиналуымызды өтінді. Атамның алыста тұратын 1-2 туысы, қайынсіңлерім де үйде еді. Сөйтіп барлығымыз жиналған соң, Жансерік отырып, бір кезде ата мен енеме қарап,
Сіздерге айтар маңызды шаруам бар, дегенде кіші қайынсіңлім. Үйленесің бе? Деп қолана жымиып, одан бұрын оның ойындағысын айтып қойғанда еді. Сөйтіп еді Жансерік қатулы қабағымен қарындасына бір қарады да, оның жауабын таңдана күтіп отырған барлығына қарап, «Иә, Назош айтқандай үйленемін», деді. Әрине, мен кеткен соң апама келін керек. Өзі Қайсардан айырылғалы, қайғыдан шөгіп, жанары қорғамай жүр. Жансеріктің мұнысы дұрыс болған екен деп ойладым. Артынша атам: балам, мұның жақсы жаңалық екен. Алайда ағаңның топырағы кепсін, жылы өтсін де, сосын үйленерсің», деп еді Жансерік. «Жоқ әке, мен күте алмаймын. Оған дейін кеш болады. Ескіліктен келе жатқан дәстүріміз бар емес пе? Әмеңгерлік деген. Аға өлсе, жеңге мұра дегендей, мен жеңгем мен Арманға жесірлік пен жетімдікті көрсеткім келмейді. Жанына қарсы болмаса, оған үйленсем деймін. Жылы орыннан кетпесін. Ағамның тұяғы өз үйінде өссін. Мен оларды өз қамқорлығыма алғым келеді», дегенде жүрегім қысылып, аузыма тығылды. Барлығы аңтарылып қалды. Өлі тыныштықты кемсеңдеп жылаған енем бұзды. «Жәкөш, балам-ау, кемеңгерлігінен айналдым. Әкең екеуміз саған осыны айтуға батпай жүредік қой. Өзің сезген екенсің ғой», деп көзінен аққан жасын сүртіп, атам екеуінің жанарында бір үміт пайда болғандай еді. Барлығы сұраулы жүзбен маған қарады. «Сен не дейсің? Келісесің бе?» дегендей қарап қалған соң, мен не айтарымды білмей, орымнан ұшып тұрып, жүгіре басып бөлмеме кіріп кеттім. Менің жолым үлкен болғанмен, Жансерік менен 4 жасқа үлкен болатын. Қайсарға қарағанда мығым денелі, салмақты жігіт болатын. Жүзі күнге тотыққан, жауырыны қақпақтай сымбатты жігіт еді. Әскерден келгелі әркім өз қайғысымен болып, екеуміз ашылып сөйлеспегенде едік. Дегенмен кей кездері қу нәпсі дегенді жыланша жыбырлатып, еркек иісін аңсайтының анық. Сондайда сарай жақта беліне дейін жалаңаштанып алып, күнге тотыққан, сымдай тартылған, қара торы денесі жіпсіп, терлеп, күнге жылтырап, отын жарып жатқан Жансерікке ұрлана қарайтыным өзіме жасырын емес еді. Мен өлім құша жаздағанымда Жансеріктің мені қапсыра құшқаны, оның жүрегінің дүрсілі санамда жасырын қалып қойған еді. Жансеріктің ту сыртымнан маған қарап қалатынын да сезетімін. Арамызда болмашы көрінгенімен бір белгісіз байланыс бар еді. Мен ойланып отырғанымда бөлменің есігі ашылып, ішке Жансерік кірді. Атамдарға өзім сөйлесемін дегенге ұқсайды. Сөйтіп ояу жатқан Арманды көтеріп, мойнынан иіскеп еді, ұлым шықылықтап күле бастады. Жансерікті бетінен ұстап, оған бауыр басып қалғандай, еш жатырқамайтын. Үйдегілердің барлығын дауыстарынан танитын. Оларға қарадым да іштей, ұлымды өз әулетінен қалай жырып әкетемін деп жүрегім ауырды. Жансеріктің оған жақсы әке болатынын ішкі түйсігім сезіп, қайыным сөзін бастамай тұрып, мен: «Жансерік, бұл ескі салт дәстүрді менің естігенім бар еді. Алайда осындай жағдай менің басымнан өтеді деп ешқашан ойламаған едім. Тағдыр десеңші, адамның басы Алланың добы дегендей, Алланың қалауы болады екен ғой. Менің басқа амалым бар ма? Мен енді ұлым үшін өмір сүремін. Қайсар ағаңды ешқашан ұмытпаймын. Ол мәңгілікке менің жүрегімде болады. Сен тек мені аяғаннан үйленгелі жатқан жоқ шығарсың. Өз өміріңді құртып жатқан жоқсың ба? Бұл қадамға ойланып, ақыл таразысына салып келіп отырған шығарсың деп сенемін. Кейін өкініп жүрмегейсің. Арамызда ең болмағанда сыйластық болса, соның өзі маған жеткілікті. Ұлым екеуміздің тағдырымызды өзіңе тапсырдым деп бір түрлі көңілім босап кетті. Сөйтіп едім, Жансерік Арманды алдына алып жаныма отырды. Сөйтті де:
Жанна, өткенде сені қиналып жатқаныңды көргенде, сенің мен үшін өте қымбат адам екеніңді түсіндім. Өзің сандырақтап жатқанда, жалғыздықтан қатты қиналып жүргеніңді айттың. Атанаңа барғанда да жалғызсырап қиналасың ғой. Жассың әлі, бар өмірің алда. Мүмкін кейін тұрмысқа шығар ма едің. Бірақ арманға ешкім өз қанындай жақын болмайды ғой. Мен сендерді жылатпай, жоқшылық көрсетпей, ағам сені қалай жақсы көрсе, мен де солай бауырыма басып, сүйіп, сыйлап өтуге уәде беремін, деді. Сөйтіп, иығымнан ұстап өзіне тартқанда, оның алақанының ыстығынан денемді от шарпығандай болды. Мен үнсіз ғана келісемін дегендей басымды изедім. Сөйтіп менің шешіміме ең алдымен ата-енем көздеріне жас алып қатты қуанды. 1-7-ден кейін атанам келгенде үйдегілер бір қой сойып, ең жақын туыс туманы ғана шақырып, ата-баба салтымен молда шақырып, некемізді қиып, мен қайыныма қосылдым. Атанам бастапқыда таң қалып қарсы болғанымен кейін әкем: бұл да дұрыс шығар. Немерем өз әулетінде, қызым да үйренген жерінде баға ашылып кетсе, жыламаса, бар тілерім осы, деп батасын берді. Мен осылай әмеңгерлікпен екінші рет қайынымен отбасын құрдым. Өзім ерте піскен қыз едім. Шынымды айтсам, күйеуім қаза болғаннан кейін түндерде оның ыстық құшағын аңсайтынмын. Босанғаннан кейін әйел адамның табиғаты да өзгереді екен. Төсекке деген көзқарасың да басқаша болады екен. Гармондар ойнап, еркек иісін аңсайды екенсің. Сол түннен кейін Жансерікке деген құштарлығым оянды. Бастапқыда бұл сезімім үшін марқұм Қайсардың алдында өзімді бір түрлі кінәлідей сезініп, іштей одан кешірім сұрадым. Бірақ оның шаңырағының түтінін түтетіп, ұлын өз әулетінде өсіріп отырғаным мені ақтайтындай еді. Бастапқыда ауыл арасында біздің ескі дәстүрмен, әмеңгерлік салтымен үйленгеніміз біраз әңгіме болды. Тіпті Жансеріктің бір сыныптасы қалжыңдап: «Жәкө, жеңген қалай екен? Жеңгенің бір саны қайнысынікі дегендей, жеңгенікі тәтті ме екен?» дегенінде Жансерік оның тұмсығын бұзып, біраз уақытқа дейін араласпай қойған болатын. Кейін әлгі сыныптасы өзі келіп кешірім сұрады. Әмеңгерліктің жақсы да көңілге кірбің салар тұстары да бар екен. Бірақ уақыт өте келе барлығының көздері үйреніп, ауыл арасындағы әңгіме өсек тыйыла бастады. Қазіргі таңда мен бақыттымын деп айта аламын. Жансерік уәдесінде тұрып, бізге бақытты отбасын сыйлады. Арман 6 айдан асқанда менің аяғым ауырлап, қызды болдық. Кейінірек атам Шымкенттен жер телімін сатып алып беріп, сонда үлкен үй салып, еншімізді бөлек алып шықтық. Жансерік қаладағы базар маңынан кішігірім асхана мен дүкен ашып, кәсібіміз дөңгеленіп, өзіміз мейрамхана сатып алдық. Жанында азық-түлік сататын дүкені мен дәріханасы бар. Жансерік өте пысық, епті жігіт болып шықты. Кез келген адаммен тез тіл табыса алатын, саудаға да есепке де мықты еді. Мейрамхана мен дүкен барлығының есебін өзі жүргізіп, жұмысшыларды да өзі басқарады. Ал мен қалада медбикенің оқуын оқып алдым. Ауылға ата-енеме жиі барып тұрамыз. Ата-анам бауырларыммен бір қаладамыз, олармен де жиі көрісіп тұрамыз. Қазіргі күніме Аллаға мың да бір шүкір деймін.